Саламатсыңдар ма менің 4-ші сынып оқушыларым? Сендермен қайта қауышқаныма қуаныштым. Әдебиеттік сабағымызды бастаймыз. Тарауымыз құндылықтар. Тақырыбы адами асыл қасиеттер. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қасиетті қалыптастыру. Біз адал елдің ұрпағымыз. Есіңде сақта, ұрпақ үшін мәндісі, ұлттық тұрғыдағы тәрбие әр халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелер. Рухани және адами қасиеттері, ұлттық құндылықтары бар. Отаншылдықты қалыптастыруда ата-бабамыздың ұлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиенің орны ерекше. Мәтіннен Әйтеке шешеннің үзіндісін оқып берейін. Артында аталы сөз қалған, есімі ел жанында сақталған шешендердің бірі Әйтеке. Ол кезде ел басқарған қоғам қайраткері де болған. Бір аңызда ауылына келіп отырған Төле би мен Қазыбек Әйтекеден жігіттің жақсысы қандай болады деп сұрапты. Дұрыс сөзге тоқталай білген, басқаны сөзге тоқтата білген деген Әйтеке. Жер дауына байланысты Орманбет биге айтқан бір сөзінде Әйтеке: бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң, жауға найзаң тисін. Бай болып елге пайдаң тимесе, батыр болып жауға найзаң тимесе, елден бөтен үйің күйсін деген екен. Балалар, осы мәтіннен сұрақ қойылады. Әйтеке би не себепті бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң жауға найзаң тисін деген? Оқушылар, я жарайсыңдар. Түйінді бұрынғы кезде хан, би, жеті жарғы және қазіргі кезде президент, парламент, ата заңы. Екеуінің ортақ мақсаты халқымызды әділдігін орнатушылар болған. Адал болу, ол сенің адал еңбегің, кәсібіңе деген адалдығың. Себебі біз адал елдің ұрпағымыз. Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ. Балалар, осыған байланысты бейне таспамызды ұсынамын. Ассалаумағалейкум. Менің құрметті, ертегіні жақсы көретін көрермендерім. Ертегіні жақсы көретін, соны сағынып жүретін, естігісі келетін, тыңдағысы келетін менің кішкентай ертегіші балапандарым. Өздеріңе бүгін бір әдемі ертегі дайындадым. Баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Менің кішкентай, ақылды құлыншақтарым. Солай ма? Ай, айналайын. Ал кәнекей, жайғасып отырыңдар. Отырдыңдар ма? Жайлы ма? Ал ендеше ертек тыңдаймыз. Бүгінгі ертегімізді бастадық. Баяғы өткен заманда Күйік деген шаһарда бір етікші болыпты. Оның жарлы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шаһар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өз тауып ата-анасына көмектессін деген оймен
оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалықпай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағанда үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: «Қарағым, етік жамағанда жіпті түймесем, ол етік көп замай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады», депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. «Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе?» Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай: «Адалдық адамға нан болмайды ғой», деп жауап бере салады. Бала ұстазымен одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау жақсы баланың қылығы екенін медреседен оқып біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағанда жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей-ақ шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тіктіруге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы мұның мәнісін білмек болып шәкіртінен сұрағанда ол: «Кімде-кім өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах тағала оның адал еңбегіне береке береді». Баланың еңбекте бағы жануына оның медреседе алған білімі себепші болса керек. Өйткені ондағы ғалым кім қандай іспен айналыспасын, сол істің хас шебері болу тиіс деп жиі қайталайды екен. Міне балалар, бүгінгі ертегі осы. Сендерге ұнады ма? Тағы да келесіңдер ма? Ой, бәрекелді. Міне, келесі жолы бұдан да қызық ертегі болады. Тыңдаймыз ба? Амандықта жүздескенше барлықтарыңа Алланың сәлемі болсын. Жарайсыңдар балалар. Бейне таспадан қандай ой түйдіңдер? Бала адалдыққа қалай қол жеткізді? Адалдықты қолға алсақ, сыбайлас жемқорлық азая ма? Балалар, дәптермен жұмыс. Тапсырма: адалдық сөзіндегі әр әрпіне адам бойындағы жақсы қасиеттерді жазасыңдар. Адалдық. Үйге тапсырма: адалдық тақырыбында шығарма жазып келесіңдер.